Риддерде мектепке жол акциясы дәстүрге айналды. Оның арқасында жаңа оқу жылы қарсаңында көп балалы және аз қамтылған отбасылардың балаларына көмек көрсетіледі. 300-ден астам риддерлік оқушылар сөмкелермен қажет кеңсе тауарларын алды. Мектепке жол қайырымдылық акциясы Риддерде жыл сайын өтеді. Ол аз қамтылған және көп балалы отбасылардың балаларына көмек көрсетуге бағытталған. 10 жылдан астам оның ұйымдастырушысы Галина Гильдерман болып келеді. Я на протяжении многих лет вместе с предпринимателями Біз кәсіпкерлермен бірлесіп, бұл көмекті көп жыл бойында көрсетіп жүрміз. Пандемия болмай тұрған кезде балалар өздері келіп, киім-кешектерін, өзге заттарын алып кететін. Бәрін пакеттерге салып қоятынбыз. Енді індетке байланысты біз мектептердің әлеуметтік ұстаздарымен тікелей жұмыс жасап, олар қажет киім, оқу құралдарын өздері алып кетеді. Олар әлеуметтік осал топ балаларын жақсы таниды, тізімдері бар. Пандемияға орай әлеуметтік ұстаздар арқылы заттарды тапсыратын боламыз. Іскер әйелдер кеңесі кәсіпкерлермен бірлесіп, мұқтаж отбасыларға ерікті көмек көрсетуге белсене араласуда. Оқушыларға қамқорлықтарын 15-тен астам кәсіпкер көрсетті. Оқушыларға сөмкелер, оқу құралдары мен формалары жинастырылды. Риддер әкімі Дмитрий Горьковойдың атынан мектеп сөмкелері табысталды. На сегодняшний день благодаря нашим предпринимателям. Бүгін республикалық мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында көп балалы және аз қамтылған отбасылардың 300-ден астам балалары кәсіпкерлерден мектепке қажет киім-кешектер мен оқу құралдарын алады. Кәсіпкерлер бұл шараны неше жылдар бойы өткізіп келеді. Сол үшін оларға көп алғыс айтамыз. Және Риддер әкімінің атынан да осы топтағы балаларға табысталатын заттар бар. Сондықтан баршаңызға рахмет, ауырмаңыздар, аман сау жүріңіздер. Жанашыр жерлестердің арқаларында жаңа оқу жылы қарсаңында атаулы көмекті мектеп жасындағы 317 бала алды. Білім күні және Қазақстан Республикасының Конституциясы күні қарсаңында қайырымдылық шараның қатысушыларына музыкалық құттықтауын Людмила Печатнова дайындады.